Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте жұп-жұмсақ болып шығатын, табада пісетін, бар болғаны 3 қана ингредиенттен тұратын дәмді торттың рецептімен бөлісемін. Бұл торт өте тез дайын болады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен таза ыдысымызға 200 грамм дүкеннің 20% қаймағын салдым. Және де үстіне 120 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Вилкамен де араластыруға болады. Енді құрғақ заттарымызды дайындаймыз. 350 грамм ұнымызға 1 шай қасық ұн қопсытқышымызды салып, араластырып жіберіп, содан соң осы массамызға барлығын бірдей араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамыр өте қатты болып қалмасын, жұмсақтау қамыр болып шығуы қажет. Қамырымыз кішкене қолға жабысады. Және де осындай кішкене жұмсақ болып кеткендіктен мен тағы да 50 граммдай ұн салдым. Содан соң жақсылап қамырымызды июін қандырып, илеп алатын боламыз. Міне видеодағыдай жақсылап илеп алыңыздар, және де ыдысымыздың жан-жағын тазартып алуды ұмытпаңыздар. Содан соң қамырымыз осылай иленіп болды. Енді осы қамырды бірден үстелімізге ұн сеуіп, жаңағы видеодағыдай ұзынша рулет сияқты орайтын боламыз. Міне осындай домалатып аламыз. Енді осы қамырды мен 8 бөлікке бөлдім. Тең ортасынан бөліп, арғы 2 шетіндегін 4-4-еуден бөлсеңіздер теңдей болып шығады. Барлығын дөп-дөңгелек пішінде жасап аламыз. Кішкене қамырымыз қолға жабысады, сондықтан ұнға аунатып алсаңыздар дұрыс болады. Міне қалған бөліктерін осылай ұн себе отырып, барлығын дөп-дөңгелек етіп пішін жасап алдым. Барлығын дөңгелетіп алғаннан соң, енді келесі кезекте бір-бірлеп қамырымызды ұн себе отырып, жай оқтауды баспай, жай аласыздар. Қатты бассаңыздар, қамырыңыз жаңағы үстеліңізге жабысқалы мүмкін. Сондықтан жай баса отырып, қолдың ебімен қамырымыздың кішкене жұқартып жай аласыздар. Формасы маңызды емес, қазір арнайы формамен жаңағы пішінін шығарып алатын боламыз. Мен қамырымды енді жұп-жұқа етіп жайып алдым. Мен осындай форма шығару үшін кастрөлдің қақпағын қолдандым. Осылай кастрөлдің қақпағын қойып, жан-жағын пышақпен кесіп тастап, енді осындай дөңгелек форма жасап аламыз. Мендегі форманың диаметрі 21 сантиметр. Барлығын видеодағыдай жайып, осы қақпағымызды қойып кесіп аламыз. Ал қалған шетіндегі бөліктерінен тағы да 2 корж шықты. Оны да дөңгелетіп, сонда бізде барлығы 10 осындай қамыр жайылды. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді табанымызды қыздырамыз. Оттың асты орташа болу керек. Қатты болып кетпесін, бірден күйіп кетеді. Осылай табаға пісірген кезде өсі беті кішкене көтеріліп, содан соң осындай домалақ бүртіктер пайда болады. Келесі бетіне аударасыздар. Бірінші салған беті 1 минуттай піседі, одан кейін арғы беті, яғни астыңғы бөлігі тез пісіп қалады. Ол 30 секундтай пісіп қалады. Газдың қасынан кетпеңіздер, бұл өте тез піскендіктен асты қатты қызарып, күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан барлығын осылай тез пісіріп аласыздар. Міне осымен барлығын пісіріп алдым. Қызарып, әдемі болып піседі. Енді кремін дайындайтын боламыз. Таза ыдысымызға 400 грамм 20% қаймақты салып, үстінен тағы да 120 граммдай қант саламыз. Егер қатты тәттіні қаласаңыздар, қанттың мөлшерін көбейтсеңіз болады. Енді араластырып алдық. Енді бір-бірлеп корждарды жинайтын боламыз. Менде осындай корждан 10 штук шықты. Оның 2 бөлігін жаңағы тортты әсемдеуге алып қалдым, және де оны кішкене қызартып пісіріп алдым. Қызартып піскенде кішкене қаттылау болады, соның барлығын бөліп, қазір езіп алатын боламын. Енді торттарды жинаймыз. Ең астынан кішкене кремімізден сал жердім, жылжып кетпеу үшін. Содан соң 2 ас қасықтан барлық корждарды жинап шығамыз. Мендегі корждың саны бұл жерде 8 шықты. 2 коржды жаңағы әсемдеуге алып қалдық. Блендермен немесе оны оқтаумен езіп алсаңыздар болады. Сонымен қатар менің каналымда өте дәмді торттардың және де басқа ыстық тағамдардың рецептері бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Және де менің каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий
комментарий бөлімде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Міне ұнтақталған барлығын ұнтақтап алдым жаңағы кожаларды. Енді осыны жан-жанына және де беткі бөліктеріне толықтай жағып шығатын боламын. Яғни сеуіп, жабыстырып шығамын. Міне сеуіп шықтым. Енді қалған бөлігінің барлығын беткі бөліміне сеуіп шығасыздар. Енді тоңазытқышқа жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойсаңыздар болады. Бұл өте жаңағы кремі сіңімді, тез дайын болады. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Қазір сіздерге 1 сағаттан кейін мен тоңазытқыштан шығарып, кесіп көрсететін боламын. Кескен кезде де өте жұмсақ, нәзік, тез кесілетін болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай жасалынады және де өте дәмді болып шығады. Қарапайым ғана заттардан бар болғаны 3 ғана ингредиенттен дәл осындай жұп-жұмсақ, дәмді тортты жасай аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, жеңіл бөлініп тұр. Дәмі де жұп-жұмсақ дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.